Ағасының көзі кеткен соң жақсылығын ұмытқан іні. Аялдама. Әлеуметтік желіден алынған әңгіменің авторы Айгүл Асылбекова Нөкербаева. Ерғали үйге кіргені сол еді, алдынан әйелі түтігіп шыға келді. Сен білесің бе мен бүгін кімді көрдім? Кімді көрдің? Тоты тәтемді. Ол автобуста кондуктор болып жүр. Әмина еңіреп жылап жіберді. Ерғали состиып тұрып қалды. Тоты тәтем кондуктор. Ерғали, сен оны білесің бе? Деп Әмина айғайлап жібергенде ғана ол әйеліне таңдана қарады. Ағамның әйелі ме? Иә, ағаңның әйелі. Тоты тәтем. Сен оны білдің бе? Кім айтты? Мен өз көзіммен көрдім. Кім айтты дейді ғой. Бүгін Көкбазарға баратын автобустан көрдім. Тоз-тозы шығып, елден ақша жинап жүр. Бетімнен отым шықты. Кірерге есік таппадым. Есіктен қалай атып шыққанымды білмеймін. Қай нөмір? Қайдағы нөмір? Автобустың нөмірі 65 Көкбазарға барады. Анық көрдің бе? Тоты жеңгем бе? Мына сені көргендей көрдім. Жетесіз. Сен оны білдің ғой. Неге үндемейсің? Жоқ, жаңа біліп отырмын. Ол көшіп кеткен еді ғой. Ағам қайтыс болғаннан кейін. Ерғали әйеліне қарады да тоқтап қалды. Шаптығып тұрған түрі мынау көкбеттігі ұстап жолы сайын деп тұр. Осы қатын демократ болып алды ғой өзінше. Үй ішінен жауыз деп жүреді үнемі. Содан ақыры оның іздеген жауы Ерғали өзінің байы болып шығады. Кейде оның да еркектігі ұстап жаудың көкесін өзіне көрсетіп жіберетін. Бірақ та дәл қазір ондай ерлік жасамақ түгіл аузын ашуға оның дәрмені жоқ. Мына хабар мүмкін емес. Жеңгесі Тоты қалайша кондуктор болып кетті. Жібектей үлбіреп жүретін жеңгесі. Үйден атып шыққан Ерғали аялдамаға қарай асыға адымдады. Қараңғы кеш, Алматының ылғалды аязынан автобустарда қалтырап тоңғандай қиқалақтап өтіп жатыр. Міне, көптен күткен 65-ші автобустан лып ете түскен жап-жас жігіт «Зеленый базар, последний рейс» деп бір-екі рет айғай салды да қайта қарғып мінді. Өзі ойнақшып тұр. Ерғали сол баланы ағасының ортаншы ұлы Сәтжанға ұқсатты. Кішкене кезінен еті тірі бала болатын ағасы сияқты. Міне ағасы Серғалидың қайтыс болғанына 6 жылдың жүзі болды. Содан бері Ерғали да Әмина да бір түн тыныш ұйықтамады ғой. Екеуі де өз күнәләрін тұмшалап жасанды жалғандықпен түрі жүрген бейшаралар. Алайда оны бір-біріне айта алмайды. Айтса бірге бола алмайды. Екі күнәһар қалай бірге болады? Өз ауруын жасырған адам өледі деуші еді ғой. Ал өз қылмысын жасырған адам не болады? Ол өлгеннен де ауыр екен. Арамдық пен арсыздық бар тірліктің түп тамырын шірітеді екен ғой. Дәл бүгінгідей Әмина екеуі өздерінің әдемі сәулелі әлемдерін солай құртты. Бір-біріне деген сезімдерін, сыйластықтарын солай жоғалтты. Перзенттеріне де тәлімді тәрбие бере алмады. Ұлы бойкүйез, қыз зырылдақ, бәрі уыстан шықты. Не түзеуге, не жөндеуге келмейтін қисыны кеткен. Қайран уақыт-ай. 2000 жылдың басында осы Ерғали мен Әмина ұл-қызын жетелеп Алматыға көшті емес пе? Қай жетіскеннен көшті дейсің? Баяғы қу тірлік. Өзі жұмыссыз қалды. Табақтай дипломы бар. Әмина саудада жүрді. Мектепте оқитын ұл қызы бар дегендей. Сол кездері оның ағасы кішігірім бизнес мекемесінде ортанқолды басшы болып жұмыс істейтін. Ондай қызметті менеджер деп атайды екен. Бір құдайдың содан кейін осы ағасының арқасында қалаға жайлы көшіп келді емес пе? Серғали мен жеңгесі Тоты оларды құшақ жая қарсы алды. Алғашқы айда солардың 3 бөлмелі пәтерінің бір бөлмесіне қоныстанды. Ағасы оны кішкене күннен братишка деп еркелететін. Сол әдетімен братишкасынан бары жақсылығын аяған жоқ. Ерғали салық комитетіне бас маман, Әмина
бала бақшаға әдіскер болып қызметке тұрды. Балалары да үй маңындағы мектепке барды. Сол кезде ағасында 3 ұл бар еді. Үй шаруасындағы тотының бар өмірі соларға арналғанды. Әрқайсының бабын тауып, Ерланым палауды, Сәтжаным құймақты, Ержаным картопты жақсы көреді деп әбігерге түсіп жүретін. Бірақ та кешке қарай күніге кеспе көже пісіретін. Өйткені Серғали ағасы қайғонаққа барса да бір табақ кеспе көжесіз ұйқыға жатпайтын. Кеспе көже пісіруден жарыс өткізілсе ғой, жеңгесі бар номинация бойынша гран-при алар еді. Кеспесі жіптей жіңішке, сорпасы мөп-мөлдір, қандай тәбетті еді. Сол көжені ағасы екеуі таласа тауысатын. Содан кейін талай кешті қызықты әңгімелермен сырласумен, ой бөлісумен өткізуші еді. Алға қойған жоспарлары да керемет болды. Қандай бақытты уақыт еді. Сондай бір кеште ағасы: «Братишка, сен Талдықорғандағы үйді сатып кел, ал мен қалған ақшаны банктен алайын. Мына пәтерімді кепілдікке қоямын. Содан екеуміз бірігіп, бұйырса сол қарыздан 5-6 жылда құтылуға тырысамыз. Тек әзірше әйел қауымына айтпайық. Екеуара шешетін шаруаға олардың келіккені жөн емес», деді. Ағасының бұл ұсынысы Ерғалиға майдай жақты. Алматыға келе салып бір пәтерге ие боламау деген қуаныш оны түні бойы дөңбекшітті. Ақыры шыдамай әйеліне айтты: «Сонда Әмина жылай жаздады ғой. Сенің ағаң алтын ғой, алтын», деп Ерғалиді құшып сүйіп жас балаша еркеледі. Тек тоты жеңешеме әзір айтпа деген сөзін де мақұл көрді. Сол күндегі қуаныштары дәл осындай қайғыға ұласады деп кім ойлаған. Ағасы көп ұзамай оның қолына $60,000 ұстатты. Өзі де үйін $23,000 сатты. Алматының Жайлы ауданында орналасқан 3 бөлмелі пәтерге қоныстанды. Серғали мен тоты жеңешесі көрімдікке деп тағы біраз қаржы ұстатты. Бәрі де сәтімен үйлескен іс болды. Несие деген пәле екен. Біреуін жапсаң екінші төлем дайын тұрады. Бірақ оған Ерғали еш қынжылмайтын. Өз үйім, өлең төсегім дегендей баспаналы болғанына мәз еді. Алматыда ақша табам десең ерінбей еңбек етуге мүмкіншілік те бар екен. Жұмыстан кейін демалыс күндері ескі аудиімен таксилетуде де үйренді. Әмина да қарап отырмады. Ескі әдетімен жұмыстан тыс уақытында сетевой маркетинг деме әйтеуір тағы да саудаға кірісіп кетті. Олардың осы тірлігіне әсіресе ағасы разы болушы еді. «Менің братишкам молодец» деумен оны қанаттандырып жүретін. Солай 3 жылдай уақыт өтті. Сол жазда бар өмірі сол жазда астан кестен болды. Ыстық шілдеде ағасы қайтыс болды. Аман сау жүрген азамат бір-ақ сәтте жүректен кетті мүшел жасында. Сол күнгі қасірет бәрін есеңгіретіп жіберді. Бәрінен де тоты жеңгесі аңырап қалды ғой. Жастайынан сүйгені де көргені де Серғали еді. Пырағы да, шырағы да сол еді. Мектепте оқып жүрген 3 баламен қалды. Не жұмысы жоқ, не мамандығы жоқ. Ол зарламағанда кім зарлайды? Ал Ерғали болса мұрт сынды. Қайғыны арақпен емдеді. Тұрып ішті, жатып ішті. Енді 2 шаңырақты ұстайтын еркек сенсің, есіңді жи деп әйелі жылады да, жалынды да. Алайда Ерғали есін жимады. Жұмысынан қуылды, табысынан айырылды. Құдайдың құтты күні ішкенін үдете берді. Сондай бір күні тоты жеңгесі келді. «Банк несиені жаппасаңдар, үйді тартып аламыз» деп жатыр. «Қай несие?» «Серғали қашан несие алды?» «Қайнымау, сен не білесің?» деп ботадай боздап жылап келді. Шала мас Ерғалидың шындықты айтуға шамасы жоқ еді. Әмина да үнсіз қалды. Ол байғұс не дерін білмеді. Тәтелеп, шынайы көңілмен жақсы көретін абысынына не айтарын
қалай айтарын білмеді. Ерғалиға жаутаңдап қарай берді. Ол болса қисалаңдап, жеңеше, бәрін ертең шешемін, ертең банктен білемін деп міңгірледі де сыртқа шығып кетті. Сол кеткеннен мол кетті. Сөйтсе, машинасын бар болғаны $2000 сатып, оның жартысын шашып, үйге сау тамтығы қалмай келді. Ерғали сол күндерін ойласа, өзін-өзі атып жібергісі келеді. Арақтан адам өлмейді екен, арақтан адам азғындайды екен. Соншалық азғындаймын деп ойлады ма? Қай күні екені есінде жоқ. Тағы да түнделетіп үйінен арақ іздеп шыққанда ауыр соққыға жығылды. Ауруханада 1 айдай жатты. Әупірімдеп аяққа тұрды. Сонда ғана өзіне тоқтау салды. Кеше ғана гүлде құлпырып жүрген Әминаның әжім айғыздаған жүзін көрді. Сүйкімді қызы мен томпиған ұлының жүдеу, жалтақ түрлерін көрді. Сол кезде тоты жеңешесі жылап сықтап тағы келді. Үйді банк сатуға қойды деді. Ерғали тағы шындықты айтпады. Әмина да үнсіз қалды. Олар өз жағдайларын ойлады. Жанағасының бар жақсылығын солай қайтарды. Оның жан жарын 3 ұлын қаңғытып жіберді. 2 айдан кейін Әмина екеуі ұяттарын шүберекке түйіп, тоты жеңешесіне бар демес пе? Барса пәтерде астан-кестен ремонт, жаңа қожайын. Ол кісі пәтерді бізге сатты, қарызы көп екен. Сол қарызды өзіме жаздырып, қалған ақшаны қолына ұстаттым. Байғұс әйелдің қайтыс болған хозяйыны банктен несие алыпты, өз еліне көшті-ау деймін, бар білетінім сол, деді. Көрші тұратын жас келіншектен жөн сұрайын деп еді. Ол екеуін көргенде шайтан көргендей серкілдеп, сволочи деп есікті тарс жауып алды. Солай олар үшін адамдықтың адал жолы тарс жабылды десе болады. Олар енді адам болудан қалды. Екеуі де тірі өлік. Қазір Әмина өзінен өзі жиіркенеді. Ерғалиді қаншалықты жек көрсе, өзін одан да жек көреді. Сол кезде әйел болып неге өзі ақыл мен арға сүйенбеді? Шырғалаңнан шығатын жол бар еді ғой, тот емес, олар пәтерін сату керек еді. Сол кездері бірге тұрайық, Ерғали екеуміз ақша табайық, сіз балаларға бас көз болыңыз десе, тоты тәтесі қуанбаса, ренжімес еді ғой. Бар ауыртпалықты, қиындықты бірге бөлісіп, балалардың өсіп жетілуіне көмек көрсетуге, олардың мүмкіндіктері бар еді ғой. Екеуінің де қолдарында диплом бар, тәжірибе бар, мүгедек емес, дендері де сау. Қанша адам жүгіріп жүріп 2-3 қызметті атқарып жүр. Тіпті осы Әминаның өзі сауда десе ішкен асын жерге қоятын әкке емес пе еді? Шындаса, көп шаруаның шаңын қағып тастайтын пысықтығы да жетеді. Сол кезде неден қорықты? Байынан ба, құрып кетсін. Бәрін сол шешеді деген осы болды. Удай өкініш, енді бәрі кеш. Ерғали екеуі бір берекелі шаңырақты құртты. Өздерінің ең қымбат, ең жақын адамдарын бір баспана үшін құрбандыққа шалды, қаңғытып жіберді. Серғалидай асыл азаматтың аруағынан да қорықпады ғой бұл қарабет Әмина. Енді бұл күнәні көтеріп жер бетінде ұзақ жүре алмасын сезді. Бәрінен қиыны белгісіздік. Құдайым-ау, ағасының алтын асықтай 3 ұлы қайда екен? Тағдырлары не болды екен? Тотының күйі мынау, ал олар туралы ойлау тіпті қорқынышты. Тек аман сау болса екен, жалбарынып, жалынып Құдайдан сұрайтын жалғыз тілегі сол балалар аман болса екен, жамандыққа ұрынбаса екен. Ерланның, Сәтжанның, Ержанның түртісін көз алдына елестетті. Үшеуі де көрікті балалар болатын. Өздері оқу озаты, өнерлі, белсенді еді ғой. Жоқ, жамандықтың беті аулақ. Ол балалар аман сау. Тек табу керек. Әмина енді қарап отыра алмайды. Таңнан іздеуге шығады.
қара беті күйіп жанып кетсе де, қара жүрегі жарылып өлсе де, олар үшін бар жиған тергенін шашады. Жалаңбұт жалаңаяқ қалса да, енді оған бәрібір. Тірі өлік болған мына сиқына несән керек? Әмина енді өзінің ұл қызына да алаңдамайды. Әдірем қалсын, ағамның балаларынан олардың қай жандары артық дерсің? Үнемі дайын асқа тік қасық болып өскен екеуіне де өмір сүрудің сүрлеулі соқпақтарын көрсетеді енді. Құдайым тек шыдам бере көрсін, ал басқа жүкті жалғыз-ақ көтереді ағасының 3 ұлы үшін. Осындай оймен Әмина көшеге шықты. Үй алдындағы аялдамада бүрсеңдеп тұрған Ерғалиды көрді. Байғұс-ай, сен қалай тірі жүрсің? Қу жаның сені сүйрелеп жүр деп күбірледі. Аярлық сезім жүрегін тіліп өтті. Үнсіз барып, сорлы байын құшақтады. Сол сәтте Ерғали еңіреп жылап жіберді. Әңгіменің соңы. Оқыған Роза Сұлтаналиева.